10 сынып информатика пәні. Номері 9 сабақ. Сабақтың тақырыбы бейне түсіру. Сабақтың мақсаты бейне түсіру туралы түсінік, бейне түсіру қағидалары. Бейне жазба оны сақтау, монтаждау, қайта шығару мақсатымен телерадио сигналдарындағы бейне және дыбыстық ақпаратты жазу. Бейне жазбаларды көру әдетте шағын аудиторияның алдында, үйде, бейне салонда және бейне жазбаларды қайта шығаратын басқа да жерлерде жүргізіледі. Бейне жазбалар сондай-ақ эфирлік теледидарда да пайдаланылады. Оның техникасы жазбаларды растауға, арнаулы әсірелеуді, бейнелер мен дыбыстарды реттеуге, кадрды тоқтату қондырғысын қолдануға, қандай да бір сюжетті қайталап көрсетуге мүмкіндік береді. Қолына бейне камера ұстаған кез келген адам бейне және кино әлеміне енеді. Шынайы сезімдерді жеткізу үшін бейнені түсірудің белгілі бір қағидаларын ұстану керек болады. Алайда бұл қағидаларды қатаң сақтау шарт емес. Яғни, олар қандай да бір код сияқты болып келеді. Көрермендер экран бетінен сол кодты көре алатын болса, онда олар оператордың не жеткізгісі келгенін бірден ұғады. Егер көрермен біздің айтқымыз келген мазмұнды бірден түсінгенін қалайтын болсақ, онда бейне түсірудің белгілі бір қағидаларын сақтауға. Бұл қағидаларды ұзақ уақыт бойы алдымен суретшілер, кейіннен фотографтар мен кино және бейне операторлар қалыптастырған. Енді оқушылар бейне түсірудің қағидаларымен таныс болайық. Бірінші қағида бізде бейнені тағанмен түсіру, яғни штативпен түсіру. Бұл талаптың өзіндік негізі бар. Яғни бұнда егер бейнені түсіруде таған қолданылса, онда арзан және жарықтығы төмен камерамен түсірілген бейне де сапалы болып шығады. Себебі камераны қолмен ұстап бейне түсірген кезде артқы фон үнемі қозғалыста болады. Бұл бейнені өңдеуге арналған программалары үшін мұндай фондарды өңдеу қиындық тудырады. Және нәтижесінде бейненің сапасы төмендейді. Бейнені түсіру нүктесін өзгерту, яғни бұнда бейнені түсіру нүктелері нысан қозғалысының жолымен қиылыспау керек. Мысалға алатын болсақ, жүріп келе жатқан адам оң жағынан түсірілсе, онда ол экранда сол жақтан оңға қарай қозғалады. Егер оның қозғалысын кесіп, сол жақтан түсіруді жалғастыратын болсақ, онда шын мәнінде де ол сол бағытпен қозғалатын болады. Жүріп келе жатқан сәттегі бейне түсіру. Мұнда бейнені жүріп келе жатқан жануар немесе адам көзімен түсіру жұмысы осылай атқарылатын болады. Камерамен айналдыра бейне түсіру бұл әдісті қолдану ұзақтығы барынша қысқа жайттарды, яғни құлап бара жатқан зат, күрес және басқа да спорттық жарыстарды түсіруге болады. Екінші қағида. Бұнда бейнені көз деңгейінде және көкжиек сызығына параллель түсіру. Көз деңгейінен төмен бейнені түсіру нысанды кішірейтеді. Екінші деңгейден төмен түсірілген кадрлар сәтсіз шығады. Ал камераны көкжиек деңгейіне
қарай еңкейте ұстап түсіру экранда дұрыс бағытты сақтай алады. Төменнен жоғары қарай түсіру. Бұл әдіспен қозғалыстың жылдамдығын көрсетуге, сандарды үлкейтуге болады. Еденнен түсірілген бала бейнесі экранда ірі болып көрінеді. Жоғарыдан төмен қарай және жанынан түсіру. Бұл әдіс кадрды кең көлемде беретіндіктен бейнебақылауда қолданылады. 20-30 градус бұрышта түсіру. Бұл әдіспен әдетте бейнеклиптер мен жастардың телебағдарламаларын түсіреді. Ол кадр динамикасын арттырады. Егер нысан бір орында тұрса, бұл әдісті қолданғаннан кейін ол нысан құлайтын сияқты әсер береді. Үшінші қағида. Өлшемді өзгерту қызметін қажет кезде ғана қолдану. Өлшемін өзгерту, яғни жақындату, алыстату, назар аударту әдістерінің бірі болып табылады. Оператор бірінші және соңғы кадрға көрермен назарын аудару үшін өлшем өзгерту әдісін қолданады. Нысанды қатты жақындату арқылы түсіруге бейне сапасын төмендетеді. Алыс қашықтықты бірден жақындатып түсіру. Бұл әдіс түсіру алаңын барынша кішірейтіп, артқы фонды алып тастайды. Уақыт өте келе кадр өлшемін өзгерту. Яғни бұнда сөйлеп тұрған адам бейнесін ұзақ түсірген кадр көрерменді жалықтырып алуы мүмкін. Себепті де, егер аз-аздан өлшем өзгерту қызметін қолданса, бейнеге динамика қосылады. Бастысы кадр композициясы бұзылмауы үшін өлшемді өзгерту кезінде жақындату мен алыстату қашықтығы бірдей болғаны дұрыс. Ең үлкен жақындықпен түсіру. Бұнда бейне нысаны ретінде тек қана кейіпкерлерді емес, олардың дене мүшелерін түсіруге болады. Адамдардың қолы мен аяғын түсіргеннен, олардың сөйлеп тұрған кездерін түсірген қызығырақ болып келеді. Сөйлеп тұрған адамның бетінің төменгі бөлігі мен тыңдап тұрған адамның көзін ғана үлкен жақындықпен түсірсе, бейне әсерлі болады. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Шынайы сезімдерді жеткізетін бейне түсіру үшін не істеу керек? Неліктен бейне түсіргенде белгілі бір қағидаларды ұстану керек? Бейнені тағанмен түсіру не себепті маңызды болып келеді? Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс. Қандай қиындықтар болды? Қандай сұрақтар сақталады? Сіз білетін нәрсе болды ма?